Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен мега шоколадты, қанша жесеңіз де жалықпайтын, өте дәмді оригинал Whoopie Pie'дің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, подписка батырмасын басып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып кетуіңізді сұраймын. Ең алдымен осылай шоколадымызды ертіп аламыз. Менде Қазақстан шоколады, май мен шоколадты араластырып, осындай водяной баняға салып ертеміз. Содан соң 4 жұмыртқамызға шекерімізді ақырындап осылай қасықпен салып отырып миксерлейміз. Егер сіздердің жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 5 жұмыртқа қосып жіберсеңіз болады. Біздің жұмыртқалы массамыз осындай аппақ үлпілдек көпіршікке айналу керек. Шоколад осылай сұйық болып ерігеннен кейін оны шығарып 1 минуттай суытып аламыз. Бірден жұмыртқаға құйып жібермеңіздер, әйтпесе жұмыртқаны пісіріп жіберуі мүмкін. Содан кейін барлығын қайтып миксерлейміз. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды, електен өткізілген какао және қамыр қопсытқышымызды салып, қайтадан барлығын бір қалыпты етіп миксерлеп аламыз. Енді қамырымызды салатын осындай форма дайындаймыз. Қағазымызға осындай 24 диаметрлі форманы алып, ортасына кигізіп, бір қысып аламыз. Содан соң қайтадан шешіп, бізде осындай форманың ізі қалу керек. Сол форма бойынша қамырларымызды құйып шығамыз. Бізге осындай 4 қағаз қажет болады. Барлығын осындай формаға кигізіп шығамыз. Енді қамырларымыздың барлығын біркелкі етіп жаямыз. Қамырымызды осы 4 қағазға кететіндей етіп, бірдей етіп бөліп шығамыз. Осындай спатуламен, немесе сіздерде спатула болмаса, қасықтың көмегімен осылай ортасынан шетіне қарай жүргізе отырып, қамырды жаямыз. Барлығын 180-200 градус аралығында 7-8 минут пісіріп аламыз. Қамырдың шеттері бірдей болу үшін осылай кальцоның немесе тарелканың көмегімен шеттерін басып, бірдей етіп кесіп шығамыз. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Сливкиге қант ұнтағын араластырып, қоюланғанша миксерлейміз. Содан соң үстіне творожный сыр және маскарпоне салып, қайтадан миксерлейміз. Бізге осындай қалташа және Whoopie Pie'ға арналған осындай насадка қажет болады. Ең алдымен крем мен Whoopie Pie'дің осындай шариктерін шығарып аламыз. Кремді толық жағып болғаннан кейін, бағанағы әдіс бойынша шоколад пен майды ерітіп, торттың бетіне жағамыз. Шоколадтың бетін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады.
торт толық дайын болу үшін 8 сағат немесе 1 түнге қойып қойсаңыздар, кремі сіңіп, өте дәмді, үлпілдек болып тұрады. Осымен біздің оригинал вупи пайымыз дайын. Тура осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видео ұнап жатса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Әсел. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.